Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте керемет лаваштың рецептімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнды және жарты шай қасық тұз және сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Су қосып қамыр илейтін боламыз. Осылай жақсылап жаншып қамырымызды илеп 30 минутқа қалдырамыз. 30 минут өткен соң қамырымызды алып, осылай өздеріңіздің табаларыңыздың көлеміне қарай бөліктерге бөліп, жұқа етіп жайып шығамыз. Достар, сіздерге басқа да рецепттер қызықты болған болса, менің арнама өтіп қарасаңыздар болады. Бұл өте керемет рецепт, кез келген заттарға пайдалансаңыздар болады. Ішіне салмалар салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мінекей осылай жақсылап жаямыз. Енді пісіруге кірісеміз. Табамызды орташа отта қыздырып қоямыз. Қызып тұрған табамызға осылай қамырымызды саламыз. Бетінде осындай дөңгелектер пайда бола бастағанда келесі бетіне ауыстырамыз. Көпіршік секілді пайда бола бастағанда оның асты пісті деген сөз. Келесі бетіне ауыстырып пісіреміз. Мінекей. Өте дәмді болып шығады. Дүкеннің лавашын сатып алғаннан гөрі қолмен жасаған өте дәмді болады. Сіздерге кеңес беремін, осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ішіне салмасын салып ұсынсаңыздар болады. Мен бұл жерде қалған салманы және лаваштың толық рецебін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ішіндегі сыры еріп, созылып тұру үшін осылай печкада 180 градуста 5 минут ұстап аламын. Сонда өте дәмді болып тұрады. Мінекей дайын болды. Таңғы асқа да, орынға да өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.